құрметті көрермендер, эфирде халық кәсібі бағдарламасы, өздеріңізбен мен Айнұр Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы әлеуметтік дамыту қорының басшысы Рухия Бердібекқызы. Сәлеметсіз бе, Рухия? Сізге қояр сұрағым. Жалпы осы бастаған кәсібіңіз туралы айтып кетсеңіз, қашан қолға алдыңыз, қай уақыттан бері осы кәсіппен айналысасыз? Қайырлы күн, біріншіден. Бұл кәсіп түрімен 2016-дан бастап менің қызығушылығым артып бастады. Бұғанға дейін бірнеше кәсіп түрін жасап жүрген болатынмын. Қазіргі таңда осы 2016-дан бері осы кәсіп түрімен айналысып келемін. 2016 жылы бізде жаңа серпін деген бағдарлама бар. Осы Маңғыстау өңірінің жастарына арналған бағдарлама. Сол Маңғыстау облысының әкімдігінің қолдауымен Мәскеу қаласында Монтессори ассоциация педагог болып білімімді жетілдіріп келдім. Қысқа курсты екінші мамандық алу деген бағыт бойынша. Өзімнің жалпы мамандығым мұғалім болатын бұған дейінгіде. Сол бағытта мен мүмкіндігі шектеулі балалармен, соларды дамытумен 0-6 айлығынан 6 жасқа дейінгі дамыту бағдарламаларын оқып, өте қатты қызығушылықта келдім. Келіп, өз жұмысымды 2016 жылы Ұрпақ Негізі қоғамдық қоры дейтін қорда мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаумен бастады. Сол уақыттан бері, осы уақытқа дейін сол балалармен қоғамның проблемаларын шешумен айналысып келемін. Негізгі мақсатыңыз қандай сонда? Бұл мені дамыту өзіңізге қатысып жалпы дамытқым келді осыны деп та, қандай бағытта жалпы тағы да өзгерістер бола ма? Осы орталығыңыз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Орталығымыз қазір Жаңаөзен қаласында Рахатик шағын ауданында орналасқан. Бұл атаулы әлеуметтік орталық. Әлеуметтік деп аталуының себебінің өзі де бар. Біздерге тек қана қалыпты балалар ғана келмей, мүмкіндігі шектеулі балалар келеді. Мен жаңағы айтып өттім, біздің негізгі мақсатымыз бір бағыты осы мүмкіндігі шектеулі балаларды дамыту, шығармашылығын арттыру, қоғамға бейімдеу, өз ортасын табуға қалыптастыру біздің негізгі бағытымыз. Қазіргі таңда орталығымызда 72-дей бала білім алады. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулісі де бар, және қалыпты балалар да бар. Қалыпты балалардың ішінде көп балалы отбасылардан шыққан балалар бар. Сонымен қоса білім деңгейі жағынан төмен дамыған балалар бар. Және интеллектуалды қазіргі заман талабына сай дамып жатқан балалар бар. Сонымен қоса жаңағы айтып өткен бірінші саладағы балалардың қазір қарасы бізде оқиды. Орталық қандай деңгейде жұмыс жасайды? Орталықтың негізгі бағыттары біздер қазақилықты қазір сондай бір трендке айналған сөз бар. Қазақилық деп отырғанымыз баяғы етік тігу, атқа міну, балаларды сыртқа саяхатқа шығару, солармен өз қолынан еңбектену туралы бағытымызды ұстанып жүр қазіргі таңда Жаңаөзен қаласында. Сонымен қоса новый технологиялар, биогимнастика дегендер бар, нейрогимнастика бар бізде, логопедиялық бағыттарды, олар біздің ең мықты бір бағыттарымыздың бірі психология. Өзі Монтессори мұғалімі болғандықтан психологияға өте қатты мән беремін. Қателеспесем, сіз осы уақытқа дейін облыстарда да қызмет еттіңіз. Иә. Қысқа тоқталып кетсек. Жалпы мен Маңғыстау облысы бойынша жұмыс жасаймын, осы сала бойынша. Біздер бұл саламен көптеген жерлерде қысқа басы мен аяғы бар 1 жылдық, немесе 2 жылдыққа арналған бағдарламалар жасақтаймыз. Оларды қаржыландыру әртүрлі қорлар болады, солардың қаржыландыруымен жұмыс жасап келдік. Бұған дейін де Маңғыстау облысының бірнеше жерлерінде орталықтарым болған. Мен бұған дейін де Айналайын дамыту орталығы дейтін орталықтың басшысы болғанмын. Қазіргі таңда ол орталықты атын өзгертіп, Жаңаөзен қаласында жаңаша бағытта ашайын деп, жаңа технологияларды қолданайын деп қосып, қазір сондай бір орталықты негізін қалап жатыр. Бұл әлі толық қаланбаған орталық. Қазір тек көп балалы отбасылардың балаларына білім беріп жатыр, ал болашақта уже басқаша бағытқа қарай. Сіз Рахат ауылынан аштыңыз. Неге қаладан емес ауылда? Көп адамдар ұсыныс білдіреді, неге орталықтан емес, неге Рахат ауылынан,
себебі бізге қатынау қиын деп, оның да өзіндік себептері бар. Себебі Жаңаөзен қаласының орталығы мен Рахат ауылының тұрғындарының туу көрсеткіші жағынан Рахат ауылының тұрғындарының туу көрсеткіші өте жоғары. Осындай олар сіздерде Рахат 4, Рахат 3, 2 деген ауылдардан қалаға қатынау өте қиын болады. Сол себепті біз халыққа ыңғайлы болсын деп осы Рахат 2-ден ашып отырмыз. Себебі Рахат 1-ге де, 3-ге де, ар жағында 4-ге де жақын деп отыр. Сосын көп балалы отбасылар, жалпы аз қамтылған отбасылар, сондай отбасылар осы Рахат ауылында өте көп. Енді алдағы уақытта жоспарға тоқталсақ, бұдан бөлек Қызылсай, Теңге, Жаңаөзен қаласынан ашу жоспарда бар ма? Жалпы Жаңаөзен қаласында өте көп сұраныс білдіреді. Оны басқаша бағытта ашу ойда бар. Қазір соған жұмыстанып жатырық біздер. Рахат 3 ауылынан ашу өзі біз жоспарға қойып қойдық. Алла қаласа оны апрель, сәуір айларында немесе март, наурыз айларында уже ашатын боламыз біздер ол орталықта да. Бұған дейін де Теңге ауылынан ұсыныс келіп түскен. Қазірде оның да бюджет жағын қарастырып жатырық. Қызылсай енді ол жақты білмедім. Мен барып та бір-екі рет қана барғанымыз болмаса, әлі тұрғындық сапа жағынан, халықтық тұрмыстық жағынан бірінші аналитика жасаймызға әуелі. Мен Қызылсайды жасамаппын. Енді алдағы уақытта оны да ойланып көруге болады. Осы жылы жастар жылы деп жарияланды, бәрімізге белгілі. Енді биыл волонтерлар жылы. Осы жылда қандай нәрселерді атқарасыз? Волонтерлық ол менің өмірімнің бір бөлшегі десем де болады. Себебі осы уақытқа дейін мен барлық нәрселерде әлеуметтік, өзім қызметкермін, кәсібім жалпы әлеуметтік болғандықтан барлық жерде әлеуметтік мәселелерді бірінші орынға қойып отырамын. Әрқашанда бірінші орынға қойып отырамын. Волонтерлық ол соны менің өмірімнің бір бөлшегі деп ойлаймын. Себебі біз қайырымдылық жасасақ та, немесе біреуге көмектессек те, бизнестің қандай да бір түрін ашсақ та, ол қоғамға пайда келетін бір бизнестің түрі болу керек деп мен өзім бизнесті солай тұжырымдаймын. Биыл біздің президентіміздің жариялағаны волонтер жылы деп өте көңіл қуантты. Соның бір есебі ол енді волонтерлыққа тәжірибе ретінде, стаж ретінде жүргізетіні ол өте көңіл қуантарлық. Біздің қаламызда осы жас кәсіпкерлерге қандай қолдау бар деп ойлайсыз мемлекет тарапынан? Соған тоқталып кетсек. Жас кәсіпкерлерге өте көп қолдау. Үкімет тарапынан болсын, жалпы қандай да бір ұйымдардың тараптарынан болсын, қаржыландыру өте көп. Өте көп, себебі мен 2019 жылы бірнеше қордан қаржылай қолдау алдым десем де болады. Оның ішінде бұл жерде тек қана ниет керек. Ашатын кәсібіңнің түрін білуің керек, және бағытты қайда бұратыныңды білуің керек. Ал қалған қолдаулар өте көп деп ойлаймын. Соған тоқталып кетсек, мен қателеспесем, сіз бизнес 3 күнде ма әлде жас кәсіпкер, соған қатысып, осы кәсібіңізді бастап жатсыз? Ең әуелі мен президентке кездеспес бұрын ол Зерен жастар лагеріне барған. 2019 жылы республикалық Зерен жастар лагерінде 1200 қатысушы қатысқан. Бір жағынан демалыс лагер, бір жағынан бизнес ашуға деген үлкендік мүмкіндік алаңы болды. Ол жерде көптеген тренерлермен кездестік. 10 күн Зеренді жерінде демалды. Көкшетау қаласының жанында орналасқан, табиғаты енді өте сұлу. Сол жерде 1200 қатысушы қатысқан ішінде командалық болып біздер бөліндік. Финалға 36 команда болып шықтық. 36 команданың ішінде жүлделі орын алып, грант алып, қайтарымсыз осы кәсібімді бірінші тасын содан қалады. Ол бізде өздеріңізде орталықтар бар. Мен сол жерде оңалту кабинетін ашқан болады ең әуелі. Одан кейін осы жас кәсіпкерге қатысып, 3 күн оқып, тренерлерден сабақ алып, өз білімімді ары қарай жетілдіріп, грантты жеңіп алдым. Сол грант аясында қазір Рахат 2 шағын ауданында осындай әлеуметтік орталығымыз ашылды. Жалпы сіз ашқан орталық біздің қаламызда қаншалықты дамыған? Тағы сізден басқа бөлек сондай орталықтар бар ма қаламызда? Біздер қазір орталығымызда
2 жастан бастап қабылдаймыз. Көп жерлерде 2 жастан бастап қабылдамайды. Ерте жастан дамыту деген. Қазір дейтін өте сондай балалардың дамыған психологияның жалпы осы ғасырдың дамыған заманында өмір сүріп жатыр ғой. Сол себепті 2 жастан бастап уже балалар 4 жасында біліп тұратын, барлығын оқып тұратын, оқып жазып тұратын сондай межеге жетіп қалдық. Сол бағытта орталығымыз қазір жұмыстанып жатыр. Бұл орталық тегін ба? Қаншалықты не? Қанша теңгеден басталады? Ең несі? Әр нәрсені бастағанда мана айтып өттім сөзімнің ортасында аналитика жасаймын деп әр нәрсеге халықтың қалтасына ол пайда қата ауыр соқпайды. Өзінің деңгейінде деп ойлаймын. Бірақ қосымша бір жағы жоқ балалардың, көп балалы отбасыларға жағдайына қарап тегін оқитын балалар да бар. Бізде барлығы ақылы түрде емес, тегін оқитын балалар да бар. Және енді бізде кішкене төлейтін жаңағы жалдамалы бөлмелеріміз бар, жалақыларымыз бар беретін. Сол тараптан біздер де кішкене аламыз. Бірақ халыққа қолжетімді балалар. Енді ең төменгі бағасы қанша сонда? Ең төменгі бағасы 5000 теңгеден. Бір айға 5000 теңге кез келген сабағына келсе болады балалар. Жастармен бірігіп, бір жұмыс, осы күнге дейін жұмыс атқардыңыз ба? Әлде енді атқару ойда бар ма? Негізі жастар орталығының басшысымен өзім облыстық кеше ғана президентімізге барғанда танысып келгем. Оның алдында танитын едім, бірақ қазір басшысы өзгерген. Жаңаөзен қаласының басшысын танымайды екенмін. Парақшаларын ақтарып, осы мен енді Жаңаөзеннің тұрғыны болып келе жатқандықтан, қалай әлеуметтік жағынан дамып жатыр, қай жағынан мен жастармен танысуым керек. Жас кәсіпкерге қатысқан себебім де осында жастармен танысу болды. Таныстым, Аллаға шүкір қазір. Енді жастар орталығына барып танысу ойымда бар. Үлкен жобаларым бар, ұсынғым келеді. Өзім облыс көлемінде іске асырып көрген жобаларымды осы Жаңаөзен қаласына ұсынып көргім келеді. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, осында не қолынан келгенше барлығына көмек беремін деп та, енді жастарға әсіресе. Алдағы уақытта бір тренинг өткізіп, кішігірім сондай нелер бар ма ойыңызда, жоспарыңызда? Ойымда бар, әрине, бірақ маған жастарға шығу, Жаңаөзен жастарын жинау қиындық тудырып тұратын сияқты. Себебі қайырымдылыққа қарай өте икемді келеді, бейімді келеді Жаңаөзен жастары. Ал тренинг деген жағынан кішкене білмедім, мен әлі ондай ортаға түскен жоқпын. Адам болғаннан кейін қиыншылық болады, кәсіпте де қиындық болады. Сол қиындықтардан қалай өттіңіз? Қандай қиындықтар болды жалпы? Болады. Ондай да кейде осы саланы бір тастап кеткім келетін кездер болады. Неменеге осы мен ақ жалғыз өзім бір шалаң төс батыр қысап шауып жүрмін деген ойлар кейде келеді. Кейбір нәрселерді шын жүрегіңмен жасайсың, бірақ кейінгі нелері еңбегіңді бағаламай жатады деген сияқты көрінбей қаласың кейде. Немесе жаңағы шауып келе жатқанда алдыңа енді бір межеге жетіп қалдым ау деген кезде басқаның бір атының озып кеткенін көріп, сол кездерде әттең-ай деген нәрселер болады. Бірақ ешқашан жігерімді жасыған емеспін осы уақытқа шейін. Өзімнің әр келген бала қуанып, Рухия Бердібекқызы, сіздей болғым келеді деп, немесе қоңырау шалып, сізге сөйтіп қызымды апарсам, қарап берсеңіз, немесе балаларын көрсетсем деген нәрселерді естіген кезде өзімнің дұрыс жолда жүр екенмін ғой деп ойлайсың. Демеушіңіз кім? Демеуші біріншіден Алла. Әрқашан өзімнің алғысымды айтып отырамын кейде. Сіздің арқаңыз деп, жоқ, бірінші Алла Тағаланың арқасы, одан кейін мен септігін тигізіп жатырмын деп. Менің ата-анам бұл саламен, менің осы саламен айналысып жүргенде жалпы жақындарым болсын, менің ортам болсын, Рухия, осы сен қандай саламен айналысасың дейді, мен парақшама қарап отырыпты. Бірсе қарттар үйінде жүресің, бірсе қайырымдылықта, бірсе салонда, бірдеңе жасап, бірсе көйлектерге түсіп жүресің, немесе этноауылда жүресің. Көп саланың түрі бар да. Сен осы қандай саламен айналысады? Мен ата-анам өзі әлі білмейді мен қандай саламен айналысатынымды. Жалпы әйтеуір балаларымен айналысатынымды біледі, бірақ
нақты білмейді саламды. Себебі бір тоқтамда емес. Жан жақтан менде болады. Басқа жағынан жаңа айттым, түрлі салалардың түрі, солардың бәрін тоғыстырып бір алып жүруге тырысам. Сіз жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жан жақты дамып келе жатыр дейді. Қайырымдылық қорын жасайсыз, балаларға көмектесесіз. Одан бөлек тағы қандай саланы алып жүрсіз? Қазір Қазына Хом деген бізде қыз жасауларын тігетін мүмкіндігі шектеулі жандардан құралған әлеуметтік шеберханамыз бар. Ақтау қаласында оның басшысы Гүлжанат Мұратбай, основатель, осы құрған адам. Мен сода координатор болып, және қазір не тілде білмеймін, модель ма, сән әлемінде солардың киімдерін, солардың тіккен бұйымдарын өзіміз алып шығып, түсіп суретке Ақтау, Астана қаласына, жалпы үлкен жерлерге апарып жүрмін. Сіз жаңа айтып қалдыңыз да, осы Маңғыстау облысында тігін шеберханасы бар дейді. Неге біздің өзенде сондай нәрсе ашпасқа, балаларға осындай мүмкіндігі шектеулі жандардан құрылған? Олар деген өмірге бейім, сондай бір не бар? Ол жоспар туралы 2019-дың соңына қарай өзім жоспарлаған болатынмын. Бизнес 3 күнде жобасы бойынша барлық нәрселерін алған, құрал жабдықтарын, және қазір бірақ қалай айналысам, қандай тігін түрін тіксем деген апаларымыз, сіңлілеріміз, қыз-келіншектер көп бар екенін айтты. Мен олардың тізімінде алдым. Одан кейін бірінші өндірістік аймақтан бізге жер беріледі деген, онымен де сөйлесіп кеткен, барып сол жерден шағын цех ашайын деп. Дәл сондай шеберхана осы Жаңаөзен халқын жұмыспен қамтайын деп сондай ашайын дегенбіз. Бірақ Жаңаөзен қаласында айтайын, өте процесс жай баяу жүреді. Неліктен деп ойлайсыз? Неліктен баяу? Менің ойымша таныстың болмағаны сияқты. Көп нәрселерге барып айтасың, сенің жобаңды я деп мақұлдайды, бірақ ары қарай алып кетуге көп адамдар ынталы емес. Ой, қойшы, жасайтын адам өзі жасайды ғой деген сияқты. Бұл халықтық қолдау болу керек. Сыни пікірлерді қалай қабылдайсыз? Өте жақсы қабылдаймын. Айтылу керек сыни пікірлер. Айтылса екен деймін. Сырттан айтқан емес. Кәсіпкерге сырттан айтқан ол келмейді. Жетпейді бізге қарай. Ол басқа жағынан жетеді. Ал өзің келіп айтсаң, бұл жерің дұрыс емес. Бұлай бағытталғанда бұндай болады. Идея ой қоссаңызшы, біз менталитет бір Маңғыстаудың іші болғанмен, менталитет әртүрлі, әр жерде, басқа да ауылдар бойынша. Келіп айтса, немесе парақшама жазса, немесе телефон шалып айтса, өте жақсы қабылдаймын. Ол біздің мерейімізді өсіреді. Алдағы уақыттарда сізден жақсы жаңалықтар және биіктерден көрінуіңізге тілектеспін. Әрқашан осылай жарқырап жүре беріңіз. Рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.